Кеш жарық баршаңызға қалайсыздар? Бүгін мен бірден мотивациялық эссемнен бастап кетемін. Өйткені бүгінгі шығарылым өзімнің жеке басыма арналмақ. Бұл эссе не үшін, неге, не себепті деген сұрақтарға видеоның соңында жауап беретін боламын. Алдымен мен көзілдірігімді тағып аламын. Және де болмаған ыңғайсыздық тудырмау үшін. Мұнда мен жайлы толықтай ақпараттар көрсетілген. Менің туған күнім, айым, жылым, Түркістан облысы Қазығұрт ауданы, Бектаев түлегі толық көрсетілген. Ендеше бастайық. Екі қырдың ортасындағы шалғай мекеннің қызы екенім рас. Ауыл мен қала ортасында қатынап көп деген теңсіздік, қоғамдық мәселелерді көзбен көріп, құлақпен естіп жүрмін. Бұл жолда ойыма келген әрбір жаңа бастама мен тың идеяны қағаз бетіне түсіріп отырамын. Ақ қағаз бен қара сияны қолданғанның не пайдасы бар? Егер ойыңды іске асыра алмасаң, айтар ойымның төркініне түсінген де шығарсыз. Соңғы уақытта ойымды іске асыруға арналған мүмкіндіктер айналамды шарлады. Бір көргеннен ақ бұл жұмыстың маған керектігін түсіндім. Азы көпті күні бүгінге дейін жеткен жетістігім санымен емес сапасымен есептегенде қоржынымда біраз алтынның жатқанына күмәніңіз болмасын. Атап айтқанда деп өзімнің жеткен жетістіктерімді біршама қамтып өткенмін, бірақ мен сіздерге бұны оқып бере алмаймын. Өйткені кейін шығармашылық емтиханнан кейін бұйырса портфолиомен таныстырамын, сол кезде көретін боласыздар. Бұл жетістіктерімді өзім аса маңызды деп есептер едім. Мүмкін өзіңіз мен жайлы толық жұмысым мен жетістігім жайында таныссаңыз, ілі-бағларлық тағы да басқа дүниені табарыңыз анық. Бұл ретте өзімді жан-жақты тұлға ретінде танытқаным мен менің бұл байқауды журналистика және медиа саласында аттың басын ойланбастай бұрғанымды байқайсыз. Өйткені журналист дегенде мен үшін біртұтас әлем, қарсы болса да әділдікті жақтайтын, қай сәтте де бейтараптығынан айнымайтын тұлға елестейді. Медиа саласында журналистің алар орны мен бағындырар белесі көп. Медианың дамуы мен өркендеуіне жол ашатын жаңа технологиялар меңгерген жандар ғана өз әмірлігін ете алады. Мен мұнда цифрлық журналистиканы тілге тиек еткенмін. Мен өзім осы уақытқа дейін ата-анамның қалтасын қағатын бала болып өскен емеспін. Ең алғаш 13 жасымда сайт технологияны үйреніп, келесі жылдан бастап тиын тебен құрай бастадым. Бүгінде жиі подкасттар, блиц сұхбаттар, тіпті авторлық жобам қазір YouTube желімде кезекті шығарылым болып жұмыс жасауда. Бұл бағытты таңдаушыларға еш көре алмаушылық немесе қызғаныштығым жоқ. Керісінше шынында лайықты жандар осы орынды иеленіп, өз жұмысын тиянақты, қоғамға титтей де бір пайдасын ұсына алады деп сенемін. Жеке өзім бұл бағытты бағындырсам, алға қойған тым алыс болған болашақты өз қолыммен жасамақшымын. Жоғарыда айта кеткендей, қоғамдық мәселелердің ең қиыны әлеуметтік және экологиялық. Осы бүгін жаныма батқан экологиялық мәселе бойынша жаңалық жасып, оны түсіріп, өз желіме жолдадым. Бүгінгі қоғамға сәнді киім, жарқыраған фон немесе реалити шоудың түкке керек жоқ. Онсыз да жасалып жатқан жобаның барлығы уақытша қызық үшін. Ал опық жеп отқан бір бұрыштағы қара халықтың жағдайына ешкім қарамақ емес. Осы мәселе соңғы уақытта менің басты мақсатыма айналғандай. Бала күнгі арманым журналистика болды. Ол уақытта көгілдір экранның алдына шығу болса, бүгінде бәрі өзгерді. Жаңа технологиялар мен шиеленіскен түйткілді мәселе менің арманымды өзгертті. Елім үшін пайдалы болу, бұл ыңғайлы халық жанында болу емес. Ел үшін тең дәрежеде оң әрекеттер мен жүйелі нәтиже менің соңғы уақыттағы миссиям деп аяқтаған екенмін. Бұл іріктеу, бұнда бізде жалпы 30 ұпай берілді. 30 ұпайдың 24 ұпайын мен иелендім. Ал шекті ұпай бізде 18 болды. Айта кетейік, бұл президенті кадрлық резерв. Жақында оқушылар альянсының президенті Аңсаған Жәнібекұлы бастаған болатын, түрлі бағыттарды қамтыды. Айта кеткендей, мұнда сіздер қазіргі уақытта кадрлар жұмысын жасап жатыр ғой. Сол кадрлардың барлық бағытын көрсетіп берді. Мен өзімнің бағытымды таңдадым. Және бұл көрсетіліп отқан мотивациялық эссе біздің өтінішіміз және бірінші іріктеудегі жұмысымыз болып есептелді. Және айтқым келетіні, менің бұл
байқауға қатысып өзімнің өтінішімді жіберу жай ғана бір қызық үшін емес, шынында жаңағы мотивациялық эсседен өзіңіздеріңіз байқағандай кішігірім нәрседен бастағым келді. Біз бұйырса енді Еуразия ұлттық университетінің түлегі боламын ғой, бұйырса сол уақытта жалпы бұндай өткізіліп жатқан жұмыстармен ешқандай хабарым болмай барғанды өзім жөн көрмедім. Қазіргі уақытта не шығып жатыр, қандай мүмкіндіктер қарастырылып жатыр, сол мүмкіндіктерді тиімді пайдаланғым келді. Біз өйткені оқыған уақытта, бізді кейін тәжірибеге жіберген уақытта да болды, мен осында тәжірибе жасағым келеді, осында көргім келеді деп бірден алтынды сұрай алмаймыз ғой. Бірінші осындай кішігірім дүниелерден бастау керек. Бұл бірінші кезең. Бұл екінші кезеңі ертең сағат 3-те болады. Ол онлайн тестілеу. Біздің президенттік кадрлық резервке жарамдылығымызды анықтау мақсатында. Онда қандай тест келетіні белгісіз, бұйырса ертең көреміз. Одан кейін үшінші кезең басталады. Үшінші кезеңде ол тікелей сұхбаттасу. Сұхбаттасуда тағы да өткізіледі. Осындай сұрақтар болуы мүмкін, түрлі бағыттағы. Бұйырса мен бұл байқауды бағындырсам да, бағындырмасам да өзімді кінәламаймын және өзімді аса мақтамаймын. Жай ғана сіздермен бөлісудегі мақсатым мен шынында бір шығарылым жариялағым келді. Осылай видео түсіргім келді, ютубқа салғым келді. Айтарлықтай бір өзімді көрсетіп қалу емес. Менде мотивациялық эсседе көтерілген тақырыптардың барлығында бірден айта кетейін сол бойынша. Соңында айтқанмын ғой, мен бейтараппын деп тұрып, бүгінде сәнді киім, жарқыраған фон деп тағы бір тілге тиек еткем. Одан кейін қара халық бір бұрышта деп, шынында менің бейтараптылығым қайда қалды деп өздеріңіздің пікірлеріңізді сұрауға бір жағынан түсіріп те отырған сияқтымын. Өйткені бұны енді біз барынша өзімізді жақсы көрсету үшін, өзімізді керемет көрсету үшін деп айтамыз. Әрине мен өзімді қатты жақсы көрсету үшін жарқыраған киім, фон деп оларға тиісіп кеткен шығармын. Сол дұрыс па, қаншалықты жаза кетсеңіздер болады. Өйткені мен қазір байқап отырмын, тым қатты бір сынаған көзбен жазып кеткен сияқтымын. Оның барлығы еңбек, әрбір еңбекті негізінде бағалау керек. Бастапқы уақытта біз бәріміз теледидарға қарап, жаңалықты жүргіземін, тізгінін ұстаймын деп айтқанымыз да рас. Сондай адам бола тұрып біз, мен жаңалықтың тізгінін ұстаймын деп кішкентай кезімізде айта тұрып, қалай өзіміздің бала фаризамызға қиянат жасаймыз деп таң қалып отырмын. Өзімнің негізі жазған мотивациялық эссеме кейде бейтарап болмай қалдым ба деп ойлап отырмын. Қай жағынан болса да дұрыс қабылдауларыңызды өтінемін. Өйткені мендегі мақсат шынымен де жарқыраған фонмен сәнді киімді әшкерелеу, оларды жаман деп көрсету емес. Әрбір жобаның өзінің құндылығы бар. Бұйырса негізінде бұл маған сабақ болады деп ойлаймын. Бізде әлі түрлі шығарма жазу керек болады, эссе жазу керек болады, түрлі тапсырмалар келіп жатады. Мүмкін өзіндік пікірімізді сұрауы мүмкін. Мен мұнда қазір жазып жолдап отырмын ғой. Мүмкін өзімнің пікірімді тікелей сұраған уақытта, осындай сұрақтарды саясат бар жерде қозғаған уақытта, мүмкін бұл дұрыс болмауы мүмкін. Қазіргі уақытта оқушылар альянсының президентіне кетіп отыр ғой. Оны мүмкін дәл осы жазғаныма көз жұмып қарауы мүмкін, бірақ болашақтағы өмір менің бұл айтқандарыма, бұл қателіктеріме көз жұмбауы мүмкін. Қазір бірден түсіріп отырып, өзімнің қателіктерімді байқап отырмын. Не болса да, барынша бейтарап болуға тырысайық. Әлі де бізде енді журналистикаға қадам басып жүрміз ғой. Сондықтан осындай олқылықтарды жібермеу керек деп ойлаймын енді. Тағы қандай болу керек негізі журналист деген? Негізі көп оқимыз журналист бейтарап. Неге бұндай қателікті жіберіп отырғанымды? Мейлі, бір жақсы бір жаман болу керек қой.
мен қателігімді мойындаймын. Осылай жеке басыма арналған шығарылымды аяқтаймын. Сау болыңыздар. Рахмет.